Сәлеметсіз ме, құрметті оқырман? Менің анама қош келдіңіздер. Бүгінгі баяндайтын әңгіменің аты «Ана бақыты» екінші бөлім. Ата-анаммен хабарласып тұратынмын. Ана менің жағдайымнан хабардар болатын. Бар мұңымды анама шағып жылап алатынмын. Анашым осы уақытқа дейін мен жұбатып, қолдау көрсетіп келеді. Енемдер келерден бір күн бұрын анам мен інім келді. Әкем екеуін мені қайтамын десе жиып теріп қызымды алып келіңдер. Тағдыры солай болса қайтеміз енді. Ішіңе сыйған балаң сыртыңа да сыяды, депті. Бір түнде аналармен бірге бар жасауымды жинап алдық. Таң ата ата-ене мен күйеуім келді. Жиналып тұрған жүгімді көріп аң-таң болып қалды. Анам амандасып болған соң мән жайды түсіндірді. Күйеуімнің көздері ашу ызаға толып маған қарады. Ата-енем болса анамды үнсіз ғана тыңдады. Мен олардан кешірім сұрадым. Мені қыздарыңыздай көрдіңіздер. Бір қабақ шытып, маған сөйлеп ұрысқан емессіздер. Бар жерге қараттыңыздар. Амал қанша, қолдарыңыздан келгенді жасадыңыздар. Сіздерге ешқандай ренішім жоқ. Маған баталарыңызды беріңіздер. Ұлдарыңызды әке болу бақытынан айыруға құқым жоқ. Оған шын жүрегімнен бақыт тілеймін, дедім. Осы 2-3 ауыз сөзі жүрегім ауырып, жаным қиналып әрең айттым. Сол кезде күйеуім ұшып тұрды да, ас ішетін столды үстіндегі асымен бірге төңкеріп жіберді. Мен сені жібермеймін, бала асырап аламыз, кетпейсің. Неге менімен ақылдаспай бұндай шешім шығарасың, деп қалш-құлш етіп айғайлап кетті. Одан мұндайды күтпеген біз шошып кеттік. Атам ұлына, отыр ашуыңды бас, айғайлама, деп жатса да күйеуім тоқтар емес. Қабырғаны жалаң жұдырығымен соққылап, үйдегінің барлығын қиратып бара жатыр. Енем көзі мөлтілдеп жылап қалды. Оған қарап анам да, айналайын құдалар, әкесі алып қайт деді. Осы жерден шу шығармай, осы сыйластығымызбен қызымды алып кетейін, деді. Осы кезде күйеуімнің бірге жұмыс істейтін жолдастары келіп қалды. Олар да не болғанын түсінбей тұр. Атам оларға, күйеуімді алып кетіңдерші, деді. Ашу ызаға булыққан күйеуімді жолдастары үшеуі үш жақтан ұстап, әзер дегенде машинаға отырғызып алып кетті. Олар кеткен соң жүк көлігі де келді. Көрші балаларды шақырып, бар жасауымды інім барлығы көлікке тиеді. Анам қайтарға пойызға билет алып қойған екен. Ата-енем батасын берді. Сонымен енеммен жылап қоштасып кете бардым. 8 жыл тұрған құтты мекеніммен қош айтысып, қимастықпен артыма қарай кете бардым. Өскеменге туған жеріме, өзімнің туып өскен үйіме келдім. Әкем мені көзіне жас алып қарсы алды. Осы 8 жылда інім үйленіп бір баласы болған. Келінім асты үстіме түсіп, шай жөндеп жүр. Кішкентай інімнің баласы бұлдырлап, тай-тай басып жүгіріп жүр. Сол кезде қандай күйде болғанымды сөзбен айтып жеткізе алмайтындай едім. Мен үшін өмір тоқтап қалғандай болды. Ата-анамның жұбату сөздері, менің қас қабағыма қараған інім мен келінім ештеме әсер етпейтін тірі өлік секілдедім. Әкем ажырасу жағын қолға алды. Адвокат арқылы мені ешқандай ажырасу процесіне қатыстырмай, заңды түрде ың-шыңсыз 2 айдың ішінде ажырастырып жіберді. Арада бала болмаған соң, ортақ мүлік болмаған соң барлығы тез бітеді екен ғой. Сонымен мен түпкілікті ажырасып кеттім. Осы аралықта күйеуім қайта-қайта звондайтын. Мен онымен сөйлеспейтінмін. Менен бір жолы үмітін үзсін деп едім. Хабарламаларына да жауап бермейтінмін. Іштей оны қанша сағынып, сөйлескім келіп, дауысын естігім келсе де өз-өзімді ұстайтынмын. Төркініме келгеніме 3 ай өткен соң әкеме, мені жұмысқа тұрғызыңызшы, дедім. Тірімін, тіршілігімді жасайын. Масыл болып отырмайын. Онсыз да мен келгелі үйден береке кеткендей еді. Бәрі менің қабағымды аңдып, артық сөз айтпайды. Емін еркін шүйкелеспейді. Менің көңіліме қарайтын еді. Әкем оқыған кісі, бір мектептің білдей директоры. Анам да оқыған көзі ашық, сол мектепте мұғалім болып, бірнеше жылдан бері жұмыс істейтін. Әкем мені де сол мектепке жұмысқа орналастырды. Сыртым бүтін, ішім түтін, жұмысымды істеп жүріп жаттым. Күз өтіп, қақаған қыс келді. Қыс өтіп, көгілдір көктемде келді. Айнала жасыл түске еніп, мен де өткенімді ақырындап ұмыта бастадым.
Сүйген жарыммен айырылысқалы оны бір сәтте ұмытқан емес едім. Болмаса, арада бір жыл өтті. Бұрынғы қайын жұртыммен, күйеуіммен бір жолы ара жігімді үздім. Телефон нөмірімде ауыстырып тастап едім. Көп ұзамай інімнің келіншегі екіншісіне аяғы ауырлады. Мұны естігенде мен тағы да іштей күйзелдім. Бірақ ешкімге ештеме білдірмейтін едім. Үнім үшін қуанамын әрине. Қызғаныштан күйзелмеймін, тек тағдырыма налимын. Кейде түндерде күйеуімді сағынамын. Оның ыстық құшағын аңсаймын. Ешкімге білдірмей, қыстығып жылап-жылап аламын. Қанша рет телефон соғуға, даусын бір рет естуге оқталдым, бірақ бата алмадым. Мен хабарлассам, мені іздей бастайды, үміттене бастайды. Одан да өз бақытын тапсын, перзент сүйсін, толыққанды отбасы болсын дедім. Осылай жүргенде жұмыста ауқымды мұғалімдер семинары өтетін болды. Әр қаладан білікті мұғалімдер келді. Мен де бардым. Сол жерде бұрынғы бірге жұмыс істеген Алматыдағы әріптесімді көріп қалдым. Екеуміз хал жағдай сұрасып шүйіркелесіп қалдық. Семинар біткен соң шағын мейрамханаға бірге тамақтануға бардық. Ол келіншек бұрынғы күйеуіме алыс ағайын болып келетін еді. Менің сұрауға бата алмай отырғанымды байқап әңгімені өзі бастады. Сен кеткен соң күйеуің біраз уақыт өз-өзіне келе алмай жүрді. Жиі-жиі ішеді екен. Енең де денсаулығы сыр беріпті. Давление деген пайда болып. Содан сендер түпкілікті ажырасқан соң, атаң қайнағаңа күйеуіңді үйлендірейік сұрап білістіріп қыз қарай жүрдіпті. Содан қайнағаң өзінің бөлімшесінде істейтін бір медбике қызды тауыпты. Енең мазасы болмай жүрген соң, анама қарайды деген болар бір себеп тауып, күйеуіңді Шымкентке шақыртып, әлгі медбике қызбен таныстырыпты. Мұның бәрін маған тәтем өзі айтып берді. Басында күйеуің қызды ұнатпапты, қара, тік сөйлейді екен деп, енең әппағын да көрдің ғой, маған үй шаруасына қарасатын адам керек, денсаулығым да болмай жүр. Енді бұрынғы әйеліңді ұмыт, уақыт өтіп бара жатыр, сенің балаңды әкең екеуміз көріп кетейік деп көндіріпті. Сөйтіп, сендер заңды ажырасқан соң, 3 айдан кейін күйеуің үйінде беташар жасап үйленіп алды. Қазір келіншегі аяғы ауыр, бәрі қуанып жүр, деп әңгімесін аяқтады. Жүрегім аузыма тығылды. Ащы өксік өзегімді өртеді. Жанымның бағы ашылыпты ғой дедім. Бақытты болсын, олар үшін қуаныштымын деген 2-3 ауыз сөз көмейге тығылып, даусым қырылдап әрең айттым. Өз-өзімді әзер ұстадым. Ал әріптесім, иә, сенің де қалағаның сол емес пе еді? Өзің осылай болсын деп кетіп қалдың емес пе? Деп даңғырлап әңгімесін айтып отыр. Айтуға оңай ғой, менің іштей қалай қиналатынымды жан адам білмейді ғой. Тағдырым солай болды. Қайтемін енді, жақсы көрген адамыңның бағын қалай байламақсың? Мен болмасам да сол бақытты болсын, сәби сүйсін, өніп өссін. Жаным менің, сүйгенім аман жүрсін. Сонымен әріптесіммен жылы қоштасым. Мені көргеніңді айтпай-ақ қойшы деп уәдесін алдым. Енді менің жаным мен үшін жоқ енді. Маған да өмірімді реттеп, тіршілігімді жалғастыру керек. Ата-анам, бауырым үшін өмір сүруім керек. Бұл әңгімені үйге келген соң анама айтып бердім. Анам бір күрсінді де қойды. Екеуміз сөйлесіп отырғанда інім кіріп келіп, неге мұңайып отырсыздар деп сұрап еді. Мен естігенімді айтып бердім. Ол таң қалды. Сонда сенің кеткеніңді күтіп жүр екен ғой бәрі. Орның суымай жатып ақ үйленіп алыпты. Сүйем күйем дегені қайсы деп ашуланып кетіп еді. Анам оған басу айтып, қойшы болды, ашуланбашы, қайтесің. Бұл әпкеңнің шешімі, оны құрметтеуің керек деп оны сабасына түсіруге шақырды. Інім ашуы басылып менен кешірім сұрады. Әпке, сен де бақытты болуға лайықсың. Үмітіңді, күдеріңді үзбе деп көңілімді аулап жатыр. Бұл әңгімені әкем де бәрі естіді. Мейлі, бақытты болсын деп шын көңілімізден бұрынғы күйеуіме бақыт тілеп қала бердік. Уақыт деген жүрек қой шіркін. Көп ұзамай келініміз босанды. 2-ші рет ұл тапты. Бәріміз қуанып жүрміз. Анам екеуміз дастархан жайдық. Інімнің жұмыстағы коллективі құттықтап келмекші еді. Ал інім түстен кейін перзентханаға барып, келіншегі мен баласын әндетіп, күйлетіп үйге шығарып алып келді. Олар келген соң,
келінімнің қолындағы сәбиді алдым. Қандай кішкентай, қуышақтай қызылшаққа нәресте, иісі қандай. Үйдің ішінде жаңа туған нәрестенің жұпар иісі аңқып кеткендей. Не деген керемет. Сол күні мен ерекше толқыдым. Інімнің баласын құшырлана иіскеп, қолынан тастағым келмей жүрдім. Кеш те болды. Інімнің әріптестері де келді. Інім жеке фирмада жұмыс істейтін. Көп қабатты үйлердің подъезіне есік, домофон, видеокамера орнататын. Сонда істейтін шағын коллектив екен. Бастығы да келіпті. Ұзын бойлы, ірі денелі, жасы шамамен 40-тан асқан салмақты жігіт ағасы екен. Бәрі дастархан басына жайғасты. Анам екеуміз жүгіріп қызмет көрсетіп жүрміз. Бір кезде әлгі бастығы: «Апа, сіздер де отырсаңдаршы», деп бізді отырғызып тілегін айтты. «Мынау менің көрімдігім болсын», деп 10 мыңдық бір қағазды анама ұстатты. Үлкен бір пакетті балаға комплект киім екен, келінге деді. Сосын кішірек бір пакетті мынау Бауыржанның әпкесіне деп маған ұстатты. Мен таң қалдым. Әкеме де сыйлық берді. Тойға киіңіз деп брендовый жиде сынды. Мен ініме қарап: «Бастығың қандай елгезек адам, бәрімізге сыйлық әкеліпті», деп риза болып қалдым. Көңілім кәдімгідей көтеріліп қалды. Маған керемет бір иіс су сыйлапты. Сөйтсем, інімнің бастығы біздің отбасымызды жақсы біледі екен. Мен тұрмыста болғанда туған күн кештеріне келіп тұрады екен. Ініммен жақсы қарым-қатынаста, тек әріптес ретінде ғана емес, дос адамдардай сыйласады, сырласады екен. Мен жайлы да естіп білетін сияқты. Қонақтар жақсы отырып, ақ тілектерін айтып, қош айтысып, үйлеріне қайтты. Тек інімнің бастығы ғана қалып қойды. Мен ас бөлмеде ыдыс-аяқты жинастырып жүрген болатынмын. Анам, әкем жаңағы інімнің бастығымен қонақ бөлмеде ыстық шай алғызып ішіп отырған. Ал інім келіншегінің жанына барып, үлкенін ұйықтатып, шығамын деп кіріп кеткен болатын. Бір кезде мені анам шақырды. Қолымды сыртып жандарына барып едім. Әкем: «Отыр» деп меңзеді. Орындыққа отырып едім. Әкем сөз бастады: «Қызым, сен жас емессің. Мына Болат ағаң да жас емес, жігіт ағасы. Осыдан біраз жыл бұрын әйелі науқастанып қайтыс болған. 2 қызы қалған артында. Үлкенін анасынсыз жалғыз өзі ұзатып құтты орнына қондырды. Кенже қызы қолында мектепті бітірейін деп отыр. Сені қайтып келгелі 2-3 рет көрген, сыртыңнан айтуға бата алмай жүр екен. Баукошқа айтқан екен, шет жағасын. Оны ата-анаммен, әпкеммен сөйлесіңіз деген екен. Бүгін орайы келіп, осы ағаң саған сөз салып отыр. Өткен өмірің жайлы біледі. Екеуің де жас емессіңдер. Жалғыздық Құдайға ғана жарасады. 2 жарты бір бүтін болсақ, қызыңызды ренжітпеймін деп отыр. Дегенде мен не дерімді білмей, бетім ду етіп қызарып, төбемнен жай түскенде күйде орнымнан қозғала алмай отырып қалдым. Мен мұндай ұсынысқа біраз ойланайын деп жауап бердім. Шынымды айтсам, 2-ші рет тұрмыс құру жайлы ойламаппын. Сондай-ақ маған тұрмыс құру жайлы ешкім ұсыныс жасамайтын шығар деп ойлайтынмын. Өскемен қала болғанымен, көпшілігі бір-бірін таниды. Менің бала көтере алмай қайтып келгенімді айналадағылардың барлығы білетін еді. Кейде маған аянышты көздерімен қарайтындай көрінетін. Сонымен не керек? Ата-анам ойланайын дегенімде маған жалт қарады. «Болат аға, жарайды, ойланып көріңіз. Мен асықтырмаймын. Өзіңізден хабар күтемін», деп орнынан тұрып кетуге ыңғайланды. Інім сыртқа шығарып салды. Ол кеткен соң ата-анам маған біраз ақылдарын айтты. «Жақсы жігіт, біраздан бері білеміз» дейді. Оқыған, пысық, өз кәсібі бар, жағдайы жақсы, саған арқа сүйер азамат болады. Біз мәңгілік тұрмаймыз. Біз кеткен соң келінің қабағына қарап қаларсың. Дәл қазіргі жағдайыңда осы Болаттан артық өмірлік жолдас бола алатын адамды таппайсың. Ол саған бала тумадың деп айтпайды. 2 қызы бар, бұйыртса немерелі де болар. Ойланатын ештеме жоқ деп нықтап отырып айтты. Сол күні түнімен көп ойландым. Қарап тұрсам, әке-шешемдікі дұрыс сияқты. Жалғыздық жаратқанға ғана жарасқан дегендей, ертесінде інімен сөйлестім. Бастығы жайлы сұрадым.
Ол да жақсы кісі, саған жайлы болады дейді. Әйелі бұрыннан жүрек талмасы бар екен. Тіркеуде тұрған екен. Екінші қызын босанған соң жағдайы нашарлай беріпті. Содан небәрі 37 жасында, тура мүшел жаста жүрек талмасы ұстап қайтыс болып кетіпті. Үлкен қызы ол кезде бойжетіп қалған. Кішісі небәрі 12 жаста болған екен. Содан бері Болат аға қыздарын өзі қарап өсіріп, үлкенін жақында тұрмысқа беріпті. Кішісі мектеп бітіргелі отыр. Сосын ол да оқуға кетеді. Аға екеуің ғана тұрасыңдар. Қыздармен еш қиындық бола қоймас, деді. Орталықта 3 бөлмелі пәтерде тұрады екен. Әйелі қайтқалы, қыздарым өссін, өгей шешеге күндерін қаратпаймын деп үйленбепті. Сонымен не керек, 3 күн ойланып, келісімімді бердім. Шағын ғана жиын жасап, екеуміз некелестік. Болат аға енді менің жұбайым болды. Мені аға демеші, енді деп еді. Арамыз әжептеуір жас болғандықтан, бастапқыда үйрене алмай жүрдім. Ол өте сабырлы, салмақты кісі еді. Қыздары да мінездері тұйықтау, көп сөйлей бермейді екен. Алғашқы күннен ақ мені жақсы қарсы алды. Туыстарда көп емес екен. Құдалары, күйеу баласы барлығын үйге шақырып, қонақ етіп жақыннан таныстырып шықты. Үшеуміз тұрып жаттық. Кіші қыз мектеп бітіріп, Алматыға жоғары оқу орнына түсті. Күзде әкесі барып, жатақханаға орналастырып келді. Үйде екеуміз ғана қалдық. Күндіз жұмыста, кешке үйде. Өмірім бір қалыпты сарынға түсті. Інім айтқандай бұл кісі мінезі жайлы болды. Өткен өмірімді ұмыта бастадым. Арасында үлкен қыз бен күйеу бала келіп, көңілімді аулап, әңгіме дүкен құрып кетеді. Қыс өтіп, көктем келді. Артынан жаз келді. Бірінші курсты аяқтап, кіші қыз келді демалысқа. Біраз толысып, өзгеріпті. Көп сөйлей бермейтін қызымыз ашылып, кәдімгідей есейіп қалыпты. Дегенмен, ата-анадан жақта болған соң, студенттік өмір бар адамды есейтеді. Ақыл тоқтата бастайды. Сонымен жаз да өте шықты. Қызымыз Алматыға қайтты. Тағы екеуміз ақ қалдық. Бір күні үлкен қыз босанды. Қыз немерелі болдық деп құдалар сүйінші сұрап хабарласты. Өкен қатты қуанды. Немерелі болдым деп, құтты болсын айтып барып келдік. Мен ана атана алмасам да апа атандым. Бойымды керемет бір сезім биледі. Бәрі маған апасы деп сый құрмет білдірді. Жаңа жылда келді. Демалысқа кіші қыз келді. Жаздағыдан да толысып кеткен сияқты. Бірақ өңі солғын, көңіл күйі жоқ. Жиенін көруге де бармады. Бір түрлі мазам жоқ деп жата береді. Әкесі екеуміз уайымдап қалдық. Дәрігерге апарайық десем керегі жоқ дейді. Бір күні үйге анам келді. Немереңе жылы кеудеше тоқып едім. Жаңа жылға сыйлығым болсын. Үлкен қызға берерсің деп. Апа болып жатырсың. Өзімнен деп айта сал деп қояды. Жақсы деп екеуміз шай қойып шай іштік. Кіші қызды да шақырдым. Ол бөлмесіне шығып, анаммен амандасып, өздеріңіз іше беріңіздер, менің мазам болмай тұр деп, жуынатын бөлмеге кіріп кетті. Анам маған бір, оған бір қарады да, толып кеткен бе деді. Немене, ауырып қалған ба, қай жері ауырады деді. Мен білмеймін, асқа тәбеті жоқ, басы ауырып көбіп жатады, жүрегі айни береді. Дәрігерге апарайық десек көнбейді дедім. Анам бір түрлі ойланып қалды. Мына қызы тез арада дәрігерге көрсет деді. Мен неге деп шошып кеттім. Күйеуіңе айтты, апарып көрсет деп анам кетіп қалды. Кешке бөкеңмен сөйлестім. Ертесінде таңертең әкесі қызын оятып, бұлай болмайды, дәрігерге барамыз деді. Қызы қарсылық көрсеткеніне қарамай ауруханаға бардық. Анализ тапсырды. Нәтижесі шыққан соң дәрігер бізді шақырып, қорқатын ештеме жоқ, қыздарыңыздың аяғы ауыр деді. УЗИге жолдама беріп, тіркеуге тұрсын деді. Аузымыз ашылып қалды. Күйеуімнің түрі түтігіп кетті. Мұндай ашуланған түрін алғаш рет көрдім. Дәлізге атып шықты. Қызы әкесінен осыны күткендей, үрпейіп қорқып жылап тұр екен. Бөкенжір бұлай деп, аяғын аяғына тегізбей сүйреп, сыртқа бірақ шықтық. Көлікке отырыңдар деп отырғызып алды да, үйге қарай құстай ұштық. Лезде үйге жеттік. Кіре сала кім ол? Бұл қашан болды деп қызын сұрақтың астына алды. Ұрысып, байғұстың жер-жебіріне жетті. Мен тыныштандырмақ болып басу айттым. Қойшы енді, аяғы ауыр ғой деп едім, сылқ етіп отыра кетті. Мен кінәлімін.
дұрыс тәрбие бере алмадым деп өзін кінәлады. Қызымыз Алматыда бір жігітпен танысып, бір-бірін сүйіп қалыпты. Кездесіп жүріпті. Жігіт үйленемін деп уәде беріпті. Содан аяғы ауыр болып қалғанын айтқан соң, жігіт ізім қайым жоқ болып кетіпті. Жігіті қайтып келер деп үміттеніп күтіп жүріпті, іздепті. Таппапты. Содан жасанды түсік жасатпақшы болыпты, бірақ мерзімі үлкендеп, ешқандай дәрігер келіспей қойыпты. Сонымен демалыс болған соң, жатақханадағы құрбылары кетіп қалған. Әкесі неге келмей жатырсың? Демалысқа қайт деген соң амал жоқ келіпті. Бізге қалай айтарын білмей басы қатып жүрген екен. Менің ешқандай тәжірибем жоқ болғандықтан, оның аяғы ауыр екенін, токсикоз болып жүргенін де аңғармаппын. Анам бірдемені сезгендей, дәрігерге барыңдар дегені сол екен. Я Аллам, мен қанша жыл сенен бала сұрадым, қанша қиналдым, үміттендім, күттім. Сұрағанға бермей, сұрамаған, күтпеген, керек қылмағанға қалай бере салдың екен? Енді бұл қыздың тағдыры не болмақ? Сәбише, оның не жазығы бар еді? Көңілім құлазыды. Күйеуім де көңілсіз жатып қалды. Қыз да өз бөлмесінен шықпай жатып қалды. Сонымен ертесінде күйеуіммен ақылдастық. Ол жігітті іздеп таппасымыз анық. Ұрысқаннан не пайда? Болар іс болды. Ауруханаға қайта бардық. Қызды УЗИге түсірдік. 18 апта болып қалыпты. Жынысы ол деді. Жүрек қағысын естігенде қатты толқыдым. Бір уыс болып жүрегі қалай дүрсілдейді. Өзімнің аяғым ауыр секілді, қуанып жүрмін. Шыққан соң күйеуіме айттым. Ұл бала болады екен деп. Оның жүзінен де бір қуанып қалғандайын байқағандай болдым. Күйеуім аяқ астынан Алматыға көшеміз деді. Өзі біраздан бері Алматыдан фирмасының бір филиалын ашқысы келіп жүр екен. Сөйлесіп жүрген адамдарда бар екен. Оның үстіне мына қыз сонда осынады деді. Мұнда ел не дейді? Қай бетіммен жүремін енді деп қамықты. Жүрегім артша тулады. Ол жаққа қалай барамын? Ойым сан саққа жүгірді. Бұрынғы қайын жұртым, күйеуім бір жерде болмасын. Бір жерде олармен кездесіп қалсам қайтемін. Бармайық дейін десем амал жоқ. Сонымен үйді сатуға қойдық. Қаладан жырақ жер телімі бар еді, оны да сатуға қойдық. Артық дүниенің барлығын сататынын сатып, беретінін беріп, аяқ астынан Алматыға көштік те кеттік. Студенттік кезім өткен Алматыға қайта оралдым. Алматыдан Есенсай өзеніне жақын жерден пәтер алдық. Күйеуім осындағы тамыр таныстарының көмегімен фирмасының филиалын ашты. Өскемендегі офиста бас көз болып інім қалды. Алматыны жақсы білемін. Жайғасып алған соң қызымды аяғы ауыр болғаннан бері оны осылай айтатын болдым. Тіркеуге қойдым. Университетінен денсаулығына байланысты деп академиялық демалыс алдық бір жылға. Өзім колледжге жұмысқа тұрдым. Осылай жүріп жаттық. Ай сайын қызымды емханаға апарамын. Анализі бар, дәрігерге қабылдауы бар. Бәрін өзім қолға алып, қадағалап жүрдім. Жазға таман қызымыз айы күні жетіп, шекесі торсықтай ұл босанды. Әкесі өз тегіне жазырды. Радомнан шығарып алдық. Үйге келген соң қызым емізбеймін. Арнайы тамақ беріңіз деді. Емізбегені қалай? Балаға ана сүті керек дедім. Ол үндемей, терезеге қараған күйі жылап отырып, мен оны қарағым келмейді, дейді. Мен жаспын, оқуымды жалғастырғым келеді. Өмір бойы әкеме алақан жайып, жалғызбасты ананың күйін кешкім келмейді. Амалым жоқтан, әкемнен қорыққаннан тудым, дейді. Оған қосылып мен де көз жасыма ерік бердім. Жаным, мен осы ана болу бақытына жете алмай қаншама тауқыметті, қайғы мұңды басымнан өткізім емес пе? Алла берген бақытты неге итересің деп қызыма ренжідім. Тағдыр деген осы, пешенеге не жазылса соны көресің. Одан қашып құтыла алмайсың деп оны ақылға шақырдым. Қызым болса, олай болса, оны сіз бағып алыңыз. Арманыңыз орындалсын. Сіз менен гөрі жақсы ана боласыз. Мен оған қарай алмаймын. Баға да алмаймын. Мен оны жек көремін деп айғайлап жіберді. Көрші бөлмеде отырған әкесі жүгіріп кірді. Не болды, неге айғайлайсың? Баланы шошытасың деп қызына ұрсып берді. Мен мән жайды түсіндірдім. Қызым маған айтқанын әкесіне бетіне тура қарап тағы айтты. Әкесі, есіңді жи, жасаған қателігіңді мойныңмен көтересің деп ашуланып шығып кетті. Мен босанғаннан кейін әйелдерде күйзеліс болады дегенді білуші едім. Есін жияр,
сабасына түсер деп үндемей баласымен оңаша қалдырып шығып кеттім. Аналық сезімі оянар деп үміттеніп жүрдік. Алайда өкінішке орай олай болмады. Сосын балаға арнайы каша бере бастадым. Немереміздің кіндігі түскен соң анаммен хабарласып, ақыл кеңес алып, нәрестені тұзды суға жақсылап шомылдырдым. Қызым сол күйі баласына деген аналық мерімі оянбай, баласына қарамай қойды. Сонымен не керек? Жұмыстан шықтым, бала күтімін толық мойныма алдым. Бар меріммен, ынта-ықыласыммен баланы бауырыма бастым. Түнде де жаныма алып жататын болдым. Кішкентайдың жұпар иісін құшырлана иіскеп, мерлене мауқымды басатынмын. Аяқ қолы кіп-кішкентай, тәп-тәтті еді. Қызыма таң қалатынмын. Аналық махаббат деген қайда? Сәбидің не жазығы бар еді, деймін. Ата-анасының қателігі үшін бала жауап бермейді ғой. Үйдегі жағдайдың барлығын күйеуім көріп біліп жүрді. Алайда үндемейтін. Не болса да бары ішінде еді. Осылай жүріп, қырқымыздан да шықтық. Бөкең екеуміз кішкентайымызды шомылдырып, шашын тырнағын алдық. Ол ет алып адамға ұқсай бастады. Бір күні күйеуім қызын отырғызып қойып салмақты түрде сөйлесті. Қызым, сен осылай жүре бересің бе? Өз балаңа неге қарамайсың? Оған қашанғы тәтең, менің тәте дейтін қызым, қарайды. Оның анасы ол емес сенсің ғой. Үндемей ішімдегіні тап дегендей, терезеге қарап отырасың да қоясың. Жалпы не ойлап жүрсің өзі, деп еді. Қызым үндемей біраз отырды. Папа, мен оны қарай алмаймын, баға да алмаймын, тәрбиелей де алмаймын. Мен ана болуға дайын емес едім, амал жоқ тудым. Мен оқуымды жалғастырғым келеді, карьера қуғым келеді. Осы баланы тәтем екеуіңіз бағып алыңыздаршы, сіздердің балаларыңыз болсын. Менікі деп ешқашан айтпаймын. Сіздерді әке-шешем деп білсін. Толыққанды отбасы болсын. Мені қинамашы деп жылап жіберді. Күйеуім екеуміз бір-бірімізге қарап, не дерімізді де білмей қалдық. Бір кезде әкесі бәсең дауыспен қызына қарап, кейін өкініп қалмайсың ба, деп еді қызы. Жоқ, ешқашан өкінбеймін. Мен ол бастан-ақ осының барлығын ойлап жүргенмін. Бұл баланы да амалымның жоқтығынан дүниеге әкелдім. Мен оңбай қателестім, әке. Мені кешіріңіздерші, деп бетін басып жылап, бөлмесіне кіріп кетті. Сонымен бұл тақырып бір жола жабылды. Баланы толыққанды мен қарайтын болып, бар жауапкершілікті өз мойныма алдым. Бұл енді менің балам. Өзім бағып, өзім өсіремін дедім. Күйеуім қызымыздың оқуын Астанаға ауыстырды. Ол жақта нағашылары қызымен бірге барып нағашыларына табыстап орналастырып келді. Осылай мен 34 жасымда аяқ асты апа да, ана да атандым. Кетерінде қызым шіркін баласына қарамады да, бетінен сүймеді де, бейне бір қуыршағын маған ойнауға бере салғандай тастап кете барды. Дегенмен мен бақыт дедім. Күйеуім екеуміз күнде кешке Есенсай өзенінің бойына баламызды арбаға салып алып сүрендеміз. Үйге келіп кешкі ас ішеміз. Кішкентайымызды шомылдырып ұйықтатамыз. Сосын екеуміз шай ішіп әңгімелесіп отырамыз. Уақыт өте бір-бірімізге бауыр басып үйренісіп кеттік. Тіпті мен оны жақсы көріп кеттім. Ол да мені әппағым, сұлуым деп еркелететін болды. Аллаға осы бөкеңді жолықтырғанына шексіз риза едім. Әрбір істің де қайырлы болады демекші. Менің сонша қиналғаным, бірінші некемнің сәтсіз аяқталғаны, бала сүю арманым, осының бәрінің қайырлысы осы бөкең болды. Өзімді өмірге қайта келгендей сезіне бастадым. Алматыға ерте келген көктемнің табиғаты секілді менің де бар болмысым, бүткіл организмім, жан тәнім барлығы бүршік атып, тамырын жайып оянғандай күй кештім. Күн санап, кішкентайымыз да өсіп келе жатты. Бетімізге қарап күлетін болды. Беті томпиып, қасы қалыңдап, бөкеңе ұқсап бара жатқандай еді. Ол да ұлына қарап дән риза. Аллаға шүкір, қыздарым бар ғой, бірақ жүрек түкпірінде ұлым болса деп армандайтынмын, дейді. Міне енді ұлым да бар, шүкір, дейді. Арада біраз уақыт өткеннен кейін 3 айдан соң кішкентайымыз жасына толады. Соған орай ата-анамды, інімді келініммен үлкен қызды шақырып атап өтсек деп ниет еттік. Үйге бір жеңіл жөндеу жұмыстарын жүргіздік. Барлық жерді жиып теріп, ақтап, сырлап дегендей. Көктем әсер етті ме, мен тез шашап қала беретін болдым. Мазам қаша береді. Басым ауырып, ұйқы қыса береді. Мұнымды бөкең де байқап жүр екен. Сенің соңғы кездері мазаң болмай жүр ғой.
Дәрігерге қаралсам қайтеді, деді. Мен, көктем әсер етіп жатқан болар. Осындай уақытта авитаминоз деген болады ғой. Сондай шығар деп қоя салдым. Сөйтсем Бөкең, кішкентайдың қасына жатып азап демалып алсаңшы. Түскі асқа сырттан дайын тамақ ала келемін, деді. Мен басымды изеп, баламның қасына жантая кеттім. Біраздан бері осындай күйдемін. Өткен айдан бастап етек кірім де келмей қалды. Осы менде бала тумағаннан климакс басталып кеткен жоқ па екен деп ойланып кеттім. Кешіріңіздер, ұятта болса кейіпкерімнің өз сөзі, шындықты жазуым керек. Ұйқым қашып кетті. Телефонды алып емханаға, әйелдер дәрігеріне, ертесі күнге дәрігерге жазылдым. Бөкең келген соң ақылдасып, ертесіне емханаға бардық. Бірінші анализ тапсырып, нәтижесі шыққан соң дәрігерге кірдім. Жағдайымды түсіндірдім. Дәрігер менің анализдерімді қарап шықты. Сөйтіп маған қарап жымиды да, "Жап-жассыз, сізде қайдағы климакс, аяғыңыз ауыр", деді. Мұны естігенде мен өз құлағыма өзім сенбей, "Не дедіңіз?" деп таң қалып қайта сұрадым. Сөйтсем дәрігер, "Сіздің аяғыңыз ауыр, төменгі қабаттағы УЗИге түсіп тіркеуге тұрыңыз", деді. Мен болсам, сол отырған жерімде орнымнан тұра алмай қалдым. "Бұл мүмкін емес, маған бедеусің деген диагноз қойылған", десем дәрігер, "УЗИге түсіп келіңізші", деді. Жүрегім лүпілдеп, астыңғы қабатқа түстім. УЗИдің кабинетіне бардым. Дәрігердің жолдамасын бердім. Дәрігер ішіме гель жағып қарап жатыр, тынысым тоқтап қалғандай. Қасындағы көмекшісіне бірдемелерді жаздырып, "Заключение 9-10 неделя беременности", деді. Өз құлағыма өзім сенбей, селкілдеп жылап жібердім. Сөйтіп едім, УЗИ дәрігері таңдана маған қарап, "Сізге не болды?" дейді. медбике екеуі шошып кетіпті. Мен болсам, қуаныштың көз жасы ғой деп, егіле жылап, қолыма УЗИ нәтижесінің қағазын алып жылап отырып, бірнеше рет қарап шықтым. Жүрегімнің астында сәбиімді көтеріп жүргеніме көзім жетіп тұрса да, қайтадан жоғары көтеріліп дәрігерге кірдім. УЗИдің қорытындысын бердім. Ол қарады да, "Айттым ғой сізге, аяғыңыз ауыр. 9-10 апта болып қалған, құтты болсын. Бедеу деген диагнозыңыз бір қателік шығар", деді. Мұны естіп, көз жасымды тияр алар емеспін. Дәрігер менің бұл күйіме қарап, су беріп ақыл кеңесін айтып жатыр. "Уайымдамаңыз, баланың дамуы барлығы бір қалыпты, дамып келе жатыр. Енді кешіктірмей тіркеуге тұрыңыз", деп шығарып салды. Емханадан шықсам, Бөкең аулада баланы арбаға салып тербетіп отыр екен. Мені көріп орнынан тұрды. "Бала ұйықтап қалды, бәрі жақсы ма?" Дәрігер не дейді? "Сен жылағансың ба? Тыныштық па? Не болды?" деп сұрақтың астына алып жатыр. Мен Бөкеңді құшақтай алдым. Ол да мені құшақтап, шашымнан сипап жатыр. Қолына УЗИдің нәтижесінің қағазын бердім. Бөкең УЗИдің нәтижесін қайта-қайта қарады. Ол да мен секілді таңданып, сене алмай тұрған секілді. Бір кезде мені құшақтап, "Аппағым, сұлуым, Алла тағалама мыңда бір шүкір. Құдай қаласа, сен енді толыққанды ана бақытына ие боласың. Барлығы да жақсы болады. Еш уайымдама", деп ол да көңілі босап кетті. Жанарына жас үйіріліп, қуаныштан мені құшақтап, бетімнен қайта-қайта сүйіп жатыр. Сол кездегі күйімді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес еді. "Бөкең, ата-анаңа хабарласып, сүйінші сұрайық та", деп еді. Мен, "Қазірше ешкімге айтпай тұра тұрайықшы. Бұйыртса жақында өздері келеді ғой, сол кезде айтармыз", дедім. Осы сәтті қанша жыл күттім емес пе? Осы күйімнен рахаттанып, ләззат алайыншы дедім. Қатты қуануға да қорықтым. Сонымен тіркеуге тұрдым. Анализдерімді тапсырып, ай сайын қабылдауға барамын. Токсикозым да жеңіл болды. Бөкең жегім келген, қалағанымның барлығын әкеліп қоятын. Осылай жүргенде жаз келді. Кішкентай ұлымыздың туған күніне әкесі бір қой сойып дайындалдық. Өскеменнен ата-анам, інім отбасымен, үлкен қызымыз отбасымен келді. Менің кәдімгідей томпиып ішім шығып қалған еді. Ең алғаш үйге кіре салып, мені көргендегі ата-анам мен інімнің түрін көрсеңіздер ғой. Қуанғандарынан көздеріне жас алды. "Қызым-ау, бұл күнге де жеттік-ау, аман-есен босанып ал. Неге бірден айтпадыңдар?" деп ренжіп те алды. Алланың маған деген көзі түзу екен. Кеште болса, бірден апа да, ана да атанып, бала да көтердім. Сөйтіп ұлымыздың туған күнін тойладық. Әкем ырымдап тұсауын кесті.
арқа-жарқа болып шүйіркелесіп 4 күн жатты туыстарым. Бөкең оларға Алматыны әбден қыдыртты. 3-ші күні атанам Алматының барахолкасына барып қайтайық, алатын заттарымыз бар деп сонда кетті. Інім күйеумен соның жұмысына кетті. Біз келінім, үлкен қыз күйеу баламен мега ойын сауық орталығына барып, балаларды қыдыртып, пицца жеп келуге шықтық. Келінім үлкен қызбен күйеу бала балалардың аттракциондарға біраз ойнатып келеміз деп сол жаққа кетті. Мен балам ұйықтап қалған соң, сол мега орталықтың ішіндегі пиццерияда оларды күтетін болып сонда кеттім. Сенбі болғандықтан кісі көп екен. Бір бос стол тауып, сол жерге жайғасып отырдым. Сусын ішіп, баламды тербетіп, телефон шықып отырғанмын. Бір кезде, мына жер бос па деген таныс дауыстан селк ете қалдым. Жалт қарасам, бұрынғы күйеуім тұр. Қасында шамасы 3-4 жасар кішкентай қара қыз бар. Жүрегім дүрсілдеп қоя берді. Ол да маған қарап, бір орнында селтей тұрып қалды. Көзі төмен түсіп ішіме қарады. Жанымдағы коляскада ұйықтап жатқан балама қарады да, «Мадина, бұл сенбісің?» деді. Мен қапелімде сасып қалдым. Телефоным қолымнан тарс етіп жерге түсіп кетті. Тез еңкейіп ала қояйын дегенімде, бұрынғы күйеуім де еңкейіп телефонымды алып бермекші болғанда, екеуміздің қолдарымыз бір-бірімізге тиіп кетті. Денемді тоқ ұрғандай дір ете алдым. Сөйтіп едім, ол, «Саған еңкеуге болмайды ғой, ала ғой телефоныңды, ешқандай зақым келмепті», деп телефонымды қолыма ұстатты. Мен, «Рахмет, Сакош» деп баяғыдай еркелетіп атайтындай айтыппын. Солай аузымнан шығып кетті. Мұныма өзім қатты қысылып қалдым. Сөйтіп едім, ол маған баяғыдай махаббатқа толы жанарымен қарап қалды. Аздап жүзі қызарып, толқып кетті ме, даусында азап діріл бар. «Осында отырсақ қарсы емессің бе? Жаныңда ешкім жоқ секілді ғой», деп жан-жағына бір қарады да, мен рұқсат беріп үлгермей, жанымдағы қызын көтеріп, орындыққа отырғызып, алдына пиццасы мен сусынын қойып, «Жей ғой қызым», деді де маған қарап, «Қалың қалай?» деп сұрады. Мен даусым дірілдеп, «Шүкір, жақсымын» дедім. Бір қалада болсақ та, онымен кездеспейтін шығармын деп ойлайтынмын. Бірақ біздің ойлағанымыз бола бермейді екен. Бұл кездейсоқтық па, әлде тағдыр ма, білмедім. Бір кезде, мына менің қызым. Демалыс күндері қызым екеуміз осында жиі келеміз. Сен мүлде өзгермепсің, керісінше сұлуланып кетіпсің, деп менен көзін алмай қарап отыр. Мен оның бетіне тіке қарай алар емеспін. Қысылып отырмын. Біраздан кейін ғана өз-өзіме келе бастадым. Қал-жағдай сұрасып, отбасымыз жайлы әңгімелестік. Осы кезде Сакошпен ескі бір таныстардай күйде болдым. Ол мен үшін қуанып отыр. Мен ол үшін қуаныш дедім. Бір кезде, «Неге мені тастап кеттің? Үйленгеніммен сені ұмытқан емеспін. Суретіңе қарап жиі еске алатынмын. Артыңнан іздеп баруға қаншама рет оқталдым. Бірақ мені тастап кетіп қалғаның есіме түсіп, ашуға бой алдырып, ойымнан айнып қалатынмын». Оның үстіне әкем мен ағам есімді жиғызбастан үйлендіріп жіберді. Бір жағы саған ашуланып, ерегісіп үйленіп кетіп едім. Тағдыр өз дегенін істеді. Сені енді көрмейтін шығармын деп ойлап едім, дейді. Мен, оны енді қозғамайықшы. Енді оның барлығы өткен өміріміздің еңсесінде қалды. Қазір еш маңызы жоқ. Сенің бақытың үшін кеттім. Қазір міне, сен де отбасылы балалы шағалысың. Менің де күйеуім балам бар. Бұйырса екіншімді босанамын. Өткенді ұмытып, болашақпен өмір сүрейік. Осылай болды, қайтеміз енді. Аман болайық, деп сөзімді аяқтадым. Ол да, «Әрине сен бақытты болсаң болды», деп төмен қарап бір күрсініп қалды. Сөйтіп отырып біраз әңгімелестік. Бір кезде есік жақтан менікілер көрінді. Жан-жақтарына қарап мені іздеп жатыр екен. «Сакошқа, мен мұнда туыстарыммен бірге келіп едім. Олар балалар бөліміне кеткен болатын. Біраз отырып қалыппыз. Олар да әне келе жатыр. Аман сау болып тұр. Енді тұрасың ба?» дегендей ишара білдірдім. Ол да туыстарым жаққа қарады. «Жақсы, онда саған бақыт тілеймін, сәттілік тілеймін, қош бол», деп қызын ертіп тұрып кетті. Артынан қарап отырып, көз жанарыммен шығарып салдым. Сыртқа шыққан соң, әйнекті қабырғадан қызын ойнатып, біраз бізге қарап тұрды да қызын ертіп кетіп қалды. Сол бұрынғыдай тек кішкене толысыпты. Орысша «возмужал» дейді ғой. Оны көріп іштей біртүрлі көңілім құласып кетті. Мен кеткеннен кейін күйеуім үйленіп, осы қызы 2-ге толған соң енем де давлениеден қайтыс болыпты.
жаны жәннатта болғай. Туған анамдай болған жақсы кісі еді. Мұны естіп біраз көңілім түсіп қалды. Жер домалақ деген осау. Күйеуім Алматыға көшеміз дегенде, бірінші осы бұрынғы қайын жұртым мен күйеуімді көрмесем екен деп ойлап едім. Тағдыр екен. Міне арада қанша жыл салып оны да көрдім. Енді екеуміз екі бөлек адам едік. Ол кезердің барлығы артта қалды. Бұрынғы сүйген жарымның ендігі өз отбасы, балалары бар. Менің де өз отбасым бар дегендей. Сөйтіп туыстарыммен пицца жеп, біраз отырып үйге қайттық. Ертесінде барлығы жолға жиналып, бұйыртса босанғаныңда келеміз деп, қош айтысып Өскеменге қайтты. Межелі уақытым жеткенде, күз айында мен де босандым. Мені старая первородка деп, оның үстіне баламның кіндігі оралып, кесір тілігін жасады. Сөйтіп және ұлды болдық, қуанышымызда шек жоқ еді. Әсіресе мен ана атанғандағы сезімдерді сөзбен айтып жеткізе алмас едім. Атанам бір қойын сойып, артынып-тартынып Алматыға келді. Інім, қызымыз барлығы келіп, 5 күннен соң перзентханадан шығарып алды. Алланың құдіреті шексіз екен, оған көзім жетті. Мен бақыттымын. Ана болу бақытын сезіну деген қандай ғанибет. Әңгіменің соңы.